бесіктен береке кетпесін. Мен 3 нәрседен қорқам. Біріншісі, бесік жырын айта алмайтын келіндердің, екіншісі, немерелеріне ертек айтып бере алмайтын әжелердің, үшіншіден, салт дәстүрін сыйламайтын ұрпақтың көбеюінен қорқам. Бауыржан Момышұлы. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба деп басталар әннің әуені, ана құшағын көрген әр жанға жақсы таныс болу керек. Тек бүгінде бесіктегі баласына бұл әнді айтар аналардың қатары сиреп кеткені болмаса. Дегенмен бесік жырын тыңдау түгілі, бүгінгінің баласы бесікке жатып жүрмекен. Жас аналардың бесіктен безуінің себебі не? Жақында әлеуметтік желіде көшедегі қоқыс жәшігіне тасталған бесіктің суретін көріп, көпшілік жағасын ұстаған. Қарапайым тұрмыстық қалдықты тастай салғандай қоқыс арасынан табылған қос бірдей бесік көзге расымен ақ оғаш көрінгенді. Байып кетсең де ескі шапаныңды тастама дегендей, ең болмаса бала күтіп жүрген отбасына бермеді ме? Бала шағасын қоқысқа тастап жатқан қазаққа бесік не тәйірі? Қоқысқа тастағанша мектепке бере салмады ма? Наурыз мерекесінде бесік таба алмай жүреді ғой деген желі қолданушылардың пікірлері көптеп жазылды. Өкініштісі, оларға жауап қайтарып, қайдан келген бесік, иесі кім екенін айтар адам болмады. Осыдан соң халқымыз жаңа туған сәбидің алғаш төсегі деп қадірлеген бесіктің қадір қасиетін бағамдай алып жүрміз бе деген сауал санадан шықпай қойғаны. Бесік туралы не білеміз? Аңызға сүйенсек, ең алғашқы бесік Жетісу өлкесі мен Алтайдың баурайын мекен еткен Айдархан бидің кезінде пайда болған. Айдархан бидің әкесі, төңірекке белгілі Мизам баба, қазақ даласына ағаш отырғызумен, орманды көбейтумен айналысса керек. Елге сыйлы Мизам баба 150 жыл өмір сүріпті. Өзі сүрген ғұмырында еккен көшет талдардан үлкен бақ жайқалған көрінеді. Мизам бабаның о дүниеге сапар шеккенінен хабардар қытайлар Бақилық бабаның еңбегін көре алмаушылықпен өртеп жібереді. Сол уақытта оның баласы Айдархан алыс ауылға сапар шегіп кеткен екен. Би түсінде әкесін көріп, лезде бір сұмдықтың болғанын сезіп, үйге қарай аттың басын бұрады. Ауылға асығыс жетіп, ну орманның орнында шөл далаға айналған ауылын көріп, қатты күйінеді. Бірақ жылдар өте береді. Айдархан би үйленіп тұңғышы дүниеге келеді. Алайда туа сап, сәби тоқтамай жылай береді. Оған шартарапқа аты шыққан емшілер де көмектесе алмайды. Бір күні бала жылауын тоқтатады. Әкесі қуанып кетіп, жүгіріп үйге кірсе, оны ақ шапан киген бір қария өрттен аман қалған сынық бұтақтарға жатқызып, тербетіп отырады. Айдархан би жақын келгенде ақсақал ғайып болады. Оның орнында қалған ағаш бұтағымен Айдархан қазіргі бесік деп айтылып жүрген бұйымды жасаған көрінеді. Жалпы ата-бабамыз бесікті қасиетті, құтты мүлік деп есептеген. Мұны бабамыз Төле бидің мына бір әңгімесінен де байқауға болады. Жоңғарлар шапқыншылығынан тоз-тоз болған ел таулы жаққа қарай босып, көшіп келе жатқанда, екі қабат жас келіншек бос бесікті арқалап бара жатқан көрінеді. Сонда Төле бимен қатар келе жатқан кісі, мына бейшараның көрпе жастығын тастап, бос бесікті арқалап келе жатқанын-ай дегенде, Төле би, баланың бесігі кең дүниенің есігі ғой деген екен. Жарық дүниеге келген сәбидің бесікке алғаш жатуының өзі ел ішінде үлкен рәсім. Бұл туралы исі қазақтың білері анық. Жаңа туған нәрестеге бесікті нағашы жұрты сыйлайды, немесе әкесі жасап беруі тиіс. Бесікке салу жолы ауылдағы ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ардақты аналарға, өнегөлі әжелерге тапсырылады. Бесіктің сәби денсаулығына пайдасы. Бесіктің құрылымы алып жүруге жеңіл, ықшам және берік. Баланы бесікке бөлу тек оның денсаулығына емес, үй шаруашылығымен айналысып жүретін анаға да қолайлы. Ал нақтырақ айтсақ, бесікте жатқан баланың қан айналым жүйесі жақсы дамиды. Яғни тербеліп өскен бала атпен шапқанда немесе көлікке мінгенде жүрегі айнып, лоқсымайтын болады. Екіншіден, бесікте жатқан баланың аяғы түзу, дене бітімі келісті болып өседі. Неге десеңіз, тартпа бау аяқ қолын байлап, үнемі бір қалыпта ұстап тұрады. Дәл осы себептен баланың аяқ қолы түзу, қимылы ширақ болып қалыптасады. Үшіншіден, бесікте шүмек және түбек деген гигиеналық құрылғылар бар. Осының арқасында баланың жамбасы құрғақ, денесі таза күйінде қалады. Төртіншіден, шалқалап жатқан баланың бел омыртқасы түзу, еңсесі тік болады. Бесіншіден, бесіктің үстіндегі жабу баланы шыбын-шіркейлерден, ызғар жел мен күннің аптап ыстығынан, түрлі қауіп қатерлерден сақтайды.
Қазақ әлі үйленбеген жігітке қарата есік көргенде емес, бесік көргенді ал дейді. Яғни әке шешенің алдын көрген тәрбиелі де инабатты қызды меңзегені. Осыдан ақ бесік сөзінің халқымыз үшін қаншалықты маңызды екенін байқауға болады. Бесіксіз үйде береке болмасын естен шығармайық.